өзім сағынарым, жабылсам шағынарым, анашымды өзімсің сағынарым. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Қорланым өзіңдемін, жанда сөзіңдеймін. Анашым сен ойласам, өзіңдеймін. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Бұл мен үшін ең маңызды мереке деп ойлаймын. Самый важный праздник в моей жизни – это 8 марта. Почему? Ну, во-первых, әйел деп айтқан кезде ең алғашқы ойға келетін қандай сөздер бар? Мама, потом қандай сын есімдер айта аласыңдар? Мейірімді, әдемі, жұмсақ, да? Орысша тоже қосып жіберейін. Теплый, мягкость, нежность, теплота, порядок, красота, да? И так можно бесконечно перечислять. И это от всей души говорю. Сіздерге шын жүректен бақытты өмір тілеймін. Сіздер әрқашан сіздің туған туысқандарыңыздың қуанышын көре беріңіздер, өстіп жайнап гүлденіп жүре беріңіздер біздің. Все успехи, которые мы добиваемся и будем добиваться, только благодаря вам, да? Это от всей души говорю, это так, и все мы это знаем. Поэтому огромное вам спасибо. Будьте счастливы.